14 наурыз бүгін көрісу күні. Көрісу амал күнінде туған туыстар, ағайын жекжат, жолдас, жоралар көрісіп аманшылық біліседі. Мұхтар Әуезов атындағы қалалық кітапханада 10 күн қатарынан тойланатын әз наурызымыздың алғашқы мерекелік күніне орай арнайы шара өтті. Амал күні құтты болсын. Келген жылы бақытты болсын десек. Мұхтар Әуезов атындағы орталық қалалық кітапхана ұжымы бүгінгі көрісу күнін құр өткізбеді. Наурызнама негізінде айшықталған бұл күні шығармашылық бағытта еңбек етіп жүрген зиялы қауым өкілдері мен Ақтоғай ауданының ел ағаларының басын қоса өнерпаздың сырлы әлемі атты әдеби сазды кешін ұйымдастырған. Яки кітапхана қонақтары бұл кеште жазушы драматург ақын Аманолла Шайбековпен кездесу өткізді. Осынау шара қаламыздың 90 жылдық аясында 90 жылдыққа 90 кездесу жобасы негізінде көрісу күніне орай арнайы ұйымдастырылыпты. Бұл кездесу кешінің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, жазушы, драматург, ақын, өнер тарландарының бірі Аманолла Шайбековтың шығармашылығын жас оқырмандарымызға насихаттап, өнерін таныту мақсатында ұйымдастырып отырмыз. Аманолла Шайбеков жазушы драматург әрі режиссер ғана емес, ақын және сазгер. Кездесу кешінде кеш қонақтары өнерпаздың сырлы әлемі жайында пікірлерін ортаға салды. Аманолла Шайбековтың бірнеше әндері, әуендері бар екен айтылды. Әсіресе театр өнері үшін өзіндік өрнегін салған, режиссерлік бағытта жауапкершілігі мығым, талантты жан деді. Аманолланың өзінің ғана тән бір шеберлігі бар. Ешкімге ұқсамайды. Бұл жай ғана өзімін спектакльді қойдым, қалай ойнасаңдар олай ойнаңдар демейді. Оның жаңа декорациясы, оның жаңа суретшілігі, соның бәрінде тиынақтап, жиып, әрбір үйден сұрап алып, әсір кебеже, бесік дегендердің бәрін, соның бәрін орын-орнына қойып, тиянақтап жасайды. Өнер зерттеушісі Аманолла Шайбековтың руханият, ел тарихы, қазақ тілі, жалпы өнер саласы тақырыбындағы шығармашылығы бұл кеште оқырманға жан-жақты таныстырылды. Өнерпаздың сырлы әлемі атауымен кездесу кешін ұйымдастырған кітапхана ұжымы бүгінгі көрісу күнінің маңыздылығында ерекше атап өтті. Бүгінгі көрісу күні наурыздың алғашқы бастау күні болып есептелінеді. Бұл күні жаңағы жасы кішілеріміз үлкендерге барып сәлем беріп, өзінің құрметтерін, қошеметтерін көрсетіп, бір-біріне сыйластықтарын білдіретін күн екен. Жалпы бұл көрісу күніне кішкене тоқтала кетейін. Жыл жаңарып, жаңағы табиғат оянып, гүлдер гүлдеп, жаңағы бүршік аша бастаған алғашқы мерекесі болғандықтан көрісу күні біз үшін ерекше құрметке ие мерекелердің бірі деп айтсақ болады. Бақыт Күлматуова, Зұлхарна Есмахаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.